Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Мен бүгін сіздерге Мақта қыз бен мысық ертегісін оқып беремін. Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме деп, мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Содан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақта қыз, мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз, менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеп берші дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық, енді не қыламын деп бара жатса, бір үн қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқаннан қорыққанынан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып Мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Содан бері Мақта қыз бен мысық дос болыпты. Құрметті балалар, егер де менің ертегім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі ертегілер әлемінде кездескенше қош сау болыңыздар.